Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Португалияның жұлдыздары жанкүйерлерге рахмет айтуға бармады. Футболдық мансабын ресми аяқтағандар. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Килиан Мбаппе өзінен күткен ойынды мүлдем көрсете алып жатқан жоқ. Евро 2024-те жалпы пенальтидан бір ғана гол салды. Пенальтидан салынған гол санала ма, саналмай ма? Жалпы өзі барлық Франция ұлттық құрамасы сол голдан басқа голы жоқ. Ойыннан гол салған жоқ мүлдем. Ешкім, Мбаппесі да, басқасы да, 25 ойыншысы да ойыннан гол салған жоқ. Бірақ та Франция ұлттық құрамасы жартылай финалда жүр. Бұл енді таңғалдырарлық мәселе. Жарайды, енді қайтадан Килиан Мбаппеге оралайықшы. Килиан Мбаппенің физикалық тұрғыда жағдай жақсы емес дейді Le Parisien басылымы айтып жатыр. Оның сіздер мұрны сынғанын ғана білесіздер, басқа да физикалық жарақаттары бар оның дейді. Және де ол иығында ауырсынуы бар, және сол жақ тізесінде ауырсынуы бар дейді. Енді бұл мәселелер әлі толықтай жазылған жоқ, бірақ та Килиан Мбаппенің қалауы бойынша ол алаңға шығып ойнап жүр. Бірақ ол қауіпті нәрселер емес, міндетті түрде жазылады, бірақ қазіргі таңда толықтай жазылмады деп айтып жатыр. Енді Ла Лигаға қандай физикалық тұрғыда келеді екен Килиан Мбаппе, оны да сол уақытта көре жатармыз. Килиан Мбаппе неге ойын көрсете алмай жатыр десеңіздер, осындай себептері бар деп Le Parisien айтып берді. Біздің стена Нұралы әліп бастаған Зенит клубы бүгін жолдастық кездесу өткізетін болады. Бүгін енді осы ойынға ғана тоқтала аламыз. Ертеңнен бастап жақсы ойындар басталады, достар. Енді Зенит клубы бүгін өздерінің қарсыластары жолдастық кездесудегі Црвена Звездаға қарсы ойнайтын болады. Црвена Звездада өте мығым, оңай шағылатын жаңғақ емес. Зенитта өзінің деңгейінде қазіргі таңда жақсы ойын көрсетіп жатыр. Не дегенмен де Црвена Звезда Зенитқа тамаша бір гол соғатыны сезіп тұрмыз. Енді Зенит клубы да жауабын қайтаратыны белгілі. Жалпы бұл ойында екі таймда да гол болады деп алуға болатын тәрізді. Егерде өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, біздің осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Дәл осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонустар берілетін болады. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл бонустарды алу үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Португалия ұлттық құрамасы өздерінің сәтсіз ойындарынан кейін өз елдеріне барып, рахметтерін айтып, жанкүйерлермен кездесу керек болған. Бірақ та ол жерде жарты ойыншы кетіп қалған екен, өз елдеріне, жанкүйерлеріне рахмет айтуға бармай. Олардың ішінде өздерінің ұлттық құрамасының капитаны Криштиано Роналду бар, жұлдыздары Бруно Фернандеш, Далот, Палинья, Невеш сияқты ойыншылар өз елдеріне, Португалияға, Лиссабонға бармаған, сол жерден демалыстарына кетіп қалған екен. Ал енді осыған дейін құрметтеп келген, қолдап келген жанкүйерлеріне рахмет айтуға азғантай ойыншылар барған. Оның ішінде Пепе бар, Кансело бар, Бернардо Силва бар, тағы да бірнеше ойыншылар бар. Әрине жанкүйерлердің көңілі толмаған, өкпелеген, өздерінің жұлдыздары келіп алғыс айтпағанына, кездеспегеніне, ал енді олардың аттарынан алғыс айтып, ренжімеңдер деп, қолдағандарыңа рахмет деп, Пепе бастаған, Мартинес, Бапкер бастаған біршама ойыншылар барып қайтқан екен. Бұл ойыншыларды жанкүйерлер қолдап, рахметін айтып, Португалияның гимн шырқап, автобустарымен шығарып салыпты. Осындай жағдайлар болыпты Португалия ұлттық құрамасының жанкүйерлері мен ойыншыларының арасында. Ресми футболмен қоштасқандарды да айта отырайық. Өздеріңіз білесіздер, Тони Кросс футболмен қоштасты. Соңғы ойыны Испанияға қарсы болды. Енді әдемі болатын еді, өзінің елінде, өзінің жерінде Германия ұлттық құрамасымен Евроны алып, кубокты төбесіне көтеріп, аяқтаса мансабын қандай тамаша болар еді. Бірақ та өкінішке орай қарқынды Испанияға кездесіп қалды. Бұл Германия ұлттық құрамасы. Испания ешкімді де аяп жатқан жоқ қазіргі таңда. Осылайша Тони Кросс футболмен қоштасты, жанкүйерлермен қоштасты, тамаша пост салды. Ешкімде Тони Кроссты қимайды әрине, бірақ та футбол да қимайды, Кросс та қимайды. Не дегенмен жас келді, жастарға жолды беру керек, орынды беру керек, ол түсінікті. Ал енді Чаго Алькантара да өзінің мансабын аяқтап тастаған.
тастаған екен. Бұл енді түсінбейтін, білмейтін, сезбейтін, күтпеген жағдай болды десек те болады. Тиаго Алькантара осы маусымнан кейін аяқтаған болатын. Ливерпульмен келісім шарты аяқталды. Еркін агент ретінде қай клубқа барады деп отырған едік. Жоқ, ол мансабын аяқтап тастаған екен. Мен ойладым, жарақатты көп алды Ливерпульда, бірақ та басқа клубқа барады, қайтадан ойнайды, қайтадан тіріледі, өз-өзіне келеді деген сияқты ойлар болған болатын, бірақ та Тиаго Алькантараны жарақаты жеңген екен. Жалпы енді Ливерпульда ойлаңыздар, өзі 3 жылда 558 ойынды жіберген, қатыспаған. Енді жарақатын өзі де түсінеді, біледі, дәрігерлермен де ақылдасқан шығар, және де ақылдаса келе өзі ойын айтты, осы футболды аяқтады, футболмен қоштасты. Тиаго Алькантара өте тамаша топ қорғаушы, жартылай қорғаушы болып келген болатын Ливерпульға, бірақ та ел күткен, жанкүйерлер күткен ойынды көрсете алмады, жарақатына байланысты, және де дәл сол жарақатына байланысты мансабында аяқтап отыр. Бүгінге осы достар 13 сектормен бірге болыңыздар. Сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет.